Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ирис конфет жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге төбі жабыспайтын табамызды алып, оған 400 грамм қант, 400 грамм қаймақ саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Қант пен сметана, қаймақ бір келкі болу керек. Дайын болған массамызды отымыздың орташа жылдамдығында қайнатып аламыз. Бұл конфеттер өте ерекше және пайдалы. Ешқандай артық қоспасыз табиғи өнімдерден жасалады. Біздің смесіміз, яғни массамыз бір келкі болды. Енді оны қайнатуымыз керек. 10-15 минуттай қайнайды. Үнемі қозғау керек. Біздің массамыз қайнағанда 2 есе көтеріледі. Соны да есепке алып, негізі тереңдеу ыдысқа жасаған дұрыс болады. Қайнап бастады. Қайнап бастаған кезде кішкене жылдамырақ араластыру керек. Себебі күйіп қалуы мүмкін. Енді мен жарты шай қасық ванилин қостым, дәмін беру үшін. Енді ол өз қалауларыңыз, қоссаңыздар да болады, және қоспауға да болады. Біздің массамыз қоюлана бастады. Енді біз карамельді түс алуымыз үшін 10-12 секундқа араластырмай массаны күтеміз. Көріп тұрғандарыңыздай ақырындап түсін беріп жатыр, және тағы да осыны 4-5 рет қайталаймыз. Бізге керек карамельді түс пайда бола бастады. Мінекей, ешқандай қиындығы жоқ. Біздің түсіміз пайда болды. Енді 80 грамм немесе 50 грамм өз қалауларыңызша сары майымызды салып, оны толықтай ерітетін боламыз. Үнемі араластырып тұруымыз керек. Бізде карамельді массамыз дайын болды. Сары майымыз толықтай еріді. Енді пергамент қағазын алып, оған сары майымызды жағып шығамыз. Дайын болған массамызды толықтай құямыз. Массамызды ыстық кезде бір келкі қалыпқа келтіреміз. Өз қалауларыңыз қалың қылып жасауға да болады, және жұқа қылып жасауға да болады. Бірақ өте жылдам қимылдау керек, себебі масса құйған сәттен бастап қата бастайды. Арадан 10-15 минут өтті. Жылы кезде кесіп, өз қалаған пішіндеріңізге жасауға болады. Бірақ үй жағдайында жасалған иристің дәмі өте ерекше және дәмді болып шығады. Ешқандай артық қоспасыз табиғи өнімдерден жасалатын балаларға арналған дәмді конфет. Алдағы уақытта бұдан да қызық, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма келіп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Ас болсын. Мен өзімде алғаш рет жасап көрдім. Өзімде таң қалдым. Шыны керек, өте оңай екен жасалу жолы. Тағы да жасайтын боламын.